Бүгінгі үйренетін сөздер осылай болады. Науқан, осылайша, бірлесе, көшбасшы, тән, өзіндік, жәбір көрсету, типтен, алмасу, іскерлік, ұғым, лауазымды, барша, қарамағында, зайырлы. Қазір мен сіздерге орыс тілінің нұсқауды оқимын. Компания. Так, таким образом. Совместно. Лидер. Свойственный. Личный. Притеснять, обижать. Совсем. Обмен. Деловой. Понятие. Должностной. Все, весь. В подчинении. Светский. Осы сөздердің тізімімен шығармамды жазайын, күтіп тұрыңыз. Шығармамды жазып, сіздердің назарыңызға ұсынамын, тыңдаңыздар. Саясат. Саясат бұл лас ісі деп саясатпен айналысатын танымал қайраткерлер айтар еді. Біріншіден, саясатпен айналысу үшін партиялар қалыптасу керек. Партиялар сайлауда қатысады. Партияның көшбасшысы партияны басқарады. Партиялар сайлауда адамдардың дауысын алу үшін бәсекелестікке қатысады. Олардың бағдарламалары көпшілікке ұнататын болу керек. Осы сәтке дейін бәрі анық. Партиялар арасында бәсекелестік қарқынды да болады. Сайлау науқанда партиялар қарсылас партияның үміткерлерін ластаумен айналысады. Партиялардың арасындағы қарым-қатынасы жаулық болғандықтан олардың мүшелері қарсыластарды аямайды. Осылайша жеңіске жеткісі елінің тағын алғысы келіп, үміткерлер барлық тәсілдерді қолданады. Олар тіптен қарсылас партияның үміткері өлтіруден бас тартпайды. Сондықтан мен саясат бұл лас ісі деп айтып жатырмын. Соңғы ақш-тың сайлауын мысал ретінде беруге болады. Қоғамдағы әлеуметтік мәселелердің бірі мектептегі үлкен жастағы оқушылар кіші жасы балаларға жәбір көрсетеді. Осылай мәселе әскерге де тән екен. Сұхбат барысында бұрынғы әскерден шыққан түлектер біздің газеттің тілшісіне өзіндік тәжірибе туралы айтты. Осындай мәселелерді шешейік деп, қоғамымызға бірлесе олармен айналысу керек деп қорытындысында айтуға болады. Мемлекет. Әлемде екі мемлекеттік түрі бар. Діни мемлекеттер және зайырлы мемлекеттер. Зайырлы қоғам деген ұғымы жақында ойлап табылды. Қателеспесем, ол 19 ғасырдың соңына етек алды. Діни мемлекетке қарағанда зайырлы қоғамда мемлекеттік басшылар дін басшылардың қарамағында орналасқан емес. Басша қоғам мүшелердің дініне бағынудың немесе бағынбаудың таңдауына құқығы бар. Басқа,
қызметкер лауазымды міндеттерін атқарсын деп іскерлік қасиетке ие болуы керек. Оның үстіне ол басқа әріптестерімен біліммен алмасуға дайын болу керек. Келесі жаттығуда синхрон аудармасының жасауды ұсынамын. Орыс тіліне мәтінді оқимын, тыңдаңыздар. Политика. Политика – это грязное дело, сказали бы известные политические деятели. Во-первых, чтобы заниматься политикой, нужны партии. Партии участвуют в выборах. Лидер партии управляет ею. Партии конкурируют на выборах, чтобы заполучить голоса людей. Их программы должны нравиться большинству. До этого момента все ясно. Конкуренция между партиями бывает жестокой. Во время избирательной кампании партии занимаются очернением кандидатов от противников. Поскольку отношения между партиями враждебные, их члены не щадят соперников. Вот так. Чтобы добиться победы и взойти на трон страны, кандидаты пускают в ход все методы. Они даже не отказываются от убийства кандидата от враждебной партии. Поэтому я и говорю, политика – это грязное дело. В пример можно привести последние выборы в США. Общество. Одна из социальных проблем в обществе, когда старшие школьники обижают младших. Подобная проблема есть и в армии. Во время интервью бывшие военнослужащие рассказали корреспонденту нашей газеты о своем личном опыте. Так что можно сделать заключение. Чтобы решить такие проблемы, нашему обществу нужно сообща ими заниматься. Государство. В мире есть два типа государственного устройства. Религиозные и светские государства. Понятие «светское общество» возникло недавно. Если я не ошибаюсь, оно начало распространяться в конце XIX века. В отличие от религиозного государства, в светском обществе правители не находятся под властью религиозных лидеров. Все члены общества имеют право выбора, принять религию или нет. Другое. Чтобы сотрудник выполнял свои должностные обязанности, он должен обладать деловыми качествами. Более того, он должен быть готов делиться знаниями с другими коллегами.